Екі қызды ортаға алмаймыз ба? Екі құдайды ортаға алмаймыз ба? Азаматтар сыртында қорған емес па? Ал, құрметті Азеке, төрге шыққан қадамыңыз құтты болсын. Қош келдіңіз. Мынау үй ішінен үй тігіліп, шаңырақ жылылыққа бөленіп жатыр екен. Ұлының бір басы екеу болып деп қуанған қара бір белгі көріп отырмыз. Қазақ аттың жолында жазық та бар, орда бар, азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар дейді. Құдай қаласа үйленіп отау тіккен ұлыңыздың бағы баянды ғұмыры аяғынша жарық келді десеңші, бақ ырысты ауылға алып келді десеңші дейді. Мына сіздердің әрбіріңіздің қадамыңызды құт жақсылыққа балар. Енді өзіңізді құрметті патшадай қадірлеп сыйлап құдаймен құндақтап ынтаяқ ұсынайын, ағай таң беріп шапалақ ұрпағыңызда төрге шыққан құтты болсын деп азамат құданың атын тыңдайық. Рахмет Алла. Құдағылар. Мына екі жас бақытты болсын. Соларға екі жақсы қуаныш. Алтын көркіңіз құтты болсын. Құдағыңыз құтты болсын. Аман екі жас. Рахмет. Тілегіңіз қабыл болсын, Құдай қаласа жасар уақыты болсын. Солардың жақсылығына сіздерді куә болып, солардың құрметін көріңіздер. Светлананың қуанышыңыз құтты болсын. Қол ұзар. Осы елменен қуанышыңыз, осы елменен ырысыңыз артып жатқан адақты аласыз. Үнімнен шошып ояндым. Көзімнен бесік таянды. Әлден кетпес құлақтан анашы менің аяулымды. Ең асқан адамды сондай бір сыйлап сөз берейік деп тұрмыз. Мархабат. Құрметті бүгінгі тойға жиналған құдайлар, құдашалар, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Мына көркем тайымыз мінекей жаңағы қыз деген өзге елге ертетін болған туған екен ғой мемлекетіне келген. Мінекей ұясынан ұшырғалы жатсыздар, қанаты биікке самғасын, баратын жеріне тастай батып судай сынсын, алға бұйыртса біздің шаңырағымызға құтты келін болсын. Кемге тек жақсылық тілеймін, өзімнің қыздарым болады деп сенемін. Құдалығымыз мың жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын, арамызда тек қана жолға жүрсін, еш уақытта жаманшылық болмасын, тек жақсылықта қосайық. Сіздердің шаңырақтарыңызға тек шаттық, қуаныш, береке тілеймін. Енді қазақта жинағаның тойға шашылсын дейді ғой, тойларыңыз тағы құтты болсын. Енді біздің елге келгенде тағы айтамыз тілек, Алла қаласа бір күннен кейін бір жақта той. Арамыздағы алтын көпіріміз құтты болсын. Сіздерге тек жақсылық тілеймін. Алла қаласа қызымызды аман-есен жерден ұшырып өзіміздің елімізге апарып қондырайық. Көркем біздің елімізге келіп қонған бақ құсы болсын, Алихан оған адал жары болсын. Тек жақсылық болсын. Айтқаныңыз келсін, тілегіңіз қабыл болсын. Қанеке, тойыңыз той болсын деп келгелі өзіңізді құттықтап жатырмыз. Әрбір әңгімемізде сіздің шаңырағыңызға шаттық беруіңізге той беріп жатырмыз. Жүректен шыққан жылы сөз мынандай: жүрекке барып жетеді дейді. Әкесі бар адамның чебесі тастан өтеді дейді. Балалардың бақытына аман жүріңіздер. Осынша қарағым қауым екеуіңіздің отбасыңызда қуаныш деп, елдің бәйгелен деп келіп жатыр. Жаңа айтты, өлгеніңді қойысқан, малыңды келіп сойысқан, үйіңе қонақ келгенде құшағын кеңге жайысқан ағайын бауырларыңнан асқан жандарына деп, атсалысқан ағайынға бір ауыз алғысыңызды айтып, келген құда-құдағайларға қош келдіңдер, көргенімізге бақыт тілеп сіздің еншіңізде. Құрметті құда-құдағайлар, түнгі шыққандарыңыз құтты болсын. Ал үйге қадамдарыңызды гүл бітсін. Мынау екі жаққа табыстырып жатқан екі жас қой, екі жасымыз бақытты болсын. Не дейміз? Жақсылық болсын әрқайда. Егер барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, той болыңыздар. Рахмет. Қосылмаймыз ба, құрметті?
көбірек ішінен сайрап тілін байлап тұрған сәті енді бұл кісінің төбесі көкке жетті. Үш адам тілектері қайтарылмайды дейді, келесі видео гарантиясы. Сапарда жүрген жолаушының тілегі қабыл деп, біреуден қиянат көрген адам тілегі қабыл деп, ата-ананың баласына ақтарған ақ тілегін баласына деген дұға тілек ниетін Құдай кері қайтармайды деген. Құдай қаласа сіздердің тілек ниеттеріңізді қабыл етсін. Балбақты тілеп тұрған баласына осы көшті ерекше дара шынар, ел қалай назар салып қойыңыздар көрген біздің ардақты анасына. Азекеңді сөйлесе сырлайды екен, елге қарап тілегін бұлғайды екен, Құдағидың көңілі көрмеген, қалың ел тыңдайды екен, шулайды екен, шымырменен шекілден Құда болса, екі ауыл бір қошеме тұрмайды екен. Қадамына Әлиханның құрты берсін, біздің көріп ауылда рухты берсін, екі жасын бақытты өмір кешсін, екі ауылдың өмірі құтты болсын. Кім жетеді асылдың бағасына, арнап тұратын баласына, белғалай шапалақ ұрсаңыздар, сөз берейін көргеннің анасына деген кезде қатар қосып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, әпше жезделер, бауырларым, ағайын туысқандарым, барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгеніне біздің қуанышымызда ортақтасып рахмет. Алғысым шексіз. Құдалар бүгінгі төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда мың жылдық дейді. Арамыздағы алтын көпіріміз мықты болсын. Жастар бақытты болсын. Құдай қаласа қызымыздың барған жеріне тастай батып судай сіңсін. Екі жас бақытты болса, біз бақыттымыз деп ойлаймын. Жастар бақыттысыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Тілек ниеттер қабыл болсын. Перзенттеріңіз жүздеріңізді жерге қаратпасын. Ел арасын өсек-аяқ қаратпасын. Жастар жарасты жөніне одақ болсын. Солардың рахат құрметімен, солардың жақсылығының арқасында Аллах жақсы болса жердің үсті жақсы дейді.